Present simple of to be affirmative form. To be етістігі осы шақта болымды түрі. Lesson 2 екінші сабақ. Personal pronouns жіктік есімдіктер. Жіктік есімдіктер кім-кімдер who, what, не деген сұраққа жауап береді. I, мен, he, ол, she, ол қызға айтамыз. It, ол, бұл, we, біз, you, сен, сендер, сіз, сіздер, they, олар. To be етістігі болу, табылу деген мағынада аударылады. To be етістігі үшке бөлінеді. Am, is, are. Олар сөйлемде көмекші етістік болып саналады. Am көмекші етістігі тек қана I есімдігімен қолданылады. I am, is, he, she, it есімдіктерімен және де бір адам ғана және бір зат қана болса қолданылады. Are, we, you, they есімдіктерімен және де екі одан да көп адамдар болса, немесе екі одан да көп заттар болса, a көмекші етістік қолданылады. Адамның кім екенін, заттың не екенін, адамның немесе заттың қандай екенін, адамның немесе заттың қайда екенін білгіміз келсе, біз сөйлемде to be етістігін қолданамыз. Яғни бағанағы am, is, are көмекші етістіктерін біз сөйлемде дұрыс қолдана алуымыз керек. Contracted form of to be етістігінің қысқартылған түрі. I am деп ұзақ айтпаймыз, қысқартып айтамыз апостроф арқылы. I'm. Мына тұрған белгі айдан кейін ол апостроф деп аталады. I am емес, I'm. His, she's, it's, we're, you're, they're. Мысалы, they are емес, they're. Ешқашанда бұлай айтпаңыздар. I Асем, it's my dog, she my sister, you my friend. Яғни бұл сөйлемдер қате болып саналады. Name, есім. Есімімізді айтқан кезде біз сөйлемде міндетті түрде to be етістігін қолданамыз. I Асем емес, I am Асем. She's Mary, they are Chris and Jackie. My name is Асем. My siblings' names are Joe, Mia. Age, жас. Жасымызды айтқан кезде де to be етістігін ұмытпаймыз. I am 18 years old. Мен 18 жастамын. She is 8. Ол 8 жаста. They are 3 months old. Олар 3 айлық. My baby is 2 weeks old. Менің сәбиім 2 апталық. My siblings are in their late 30s. From country, city, etc. Қай жақтан екені туралы. I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын. She's from Almaty. Ол Алматыдан. They are from New York. Олар Нью-Йорктан. My cat is from my village. Менің мысығым менің ауылымнан. Marital status, отбасылық жағдайын туралы айтқан кезде to be'ді қолданамыз. I am married. Мен үйленгенмін, немесе күйеуге шыққанмын. She is single. Оның басы бос. Lily is a widow. Lily жесір. John is divorced. John ажырасқан. Profession, мамандық. I am a teacher. Мен мұғаліммін. She is an actress. Ол актриса. Lily is a doctor. Lily дәрігер. My brothers are students. Менің
ағаларым, студенттер. Subject plus to be plus adjectives. Бастауыш қосылған to be етістігі, қосылған сын есімдер. I am smart, мен ақылдымын. I бастауыш am to be көмекші етістігі, smart сын есім. She is beautiful, ол әдемі. They are tall, олар ұзын. My baby is cute, менің сәбиім сүйкімді. My siblings are strong, менің бауырларым мықты. Location орналасқан жері туралы айтқан кезде to be қолданамыз. I am at home, мен үйдемін. She is at work, ол жұмыста. They are in Chicago, олар Чикагода. My baby is outside, менің сәбиім сыртта. Children are in the yard, балалар аулада. Қайда деген сұраққа жауап береді. Where? Nationality, ұлты. I am қазақ, мен қазақпын. She is English, ол ағылшындық. They are American, олар американдық. Және тағы басқа ұлттарды айтқан кезде міндетті түрде to be етістігін қолданамыз. To be етістігі үшке бөлінеді, білесіздер. Am, is, are. Hobby, хоббия. I'm interested in English. Мен ағылшын тіліне қызығамын. My hobby is swimming. Менің хоббиім жүзу. My hobbies are drawing, reading. Менің хоббиларым сурет салу, кітап оқу. Яғни бұл жерде hobbies, хоббилар болғандықтан, көп болғандықтан, a көмекші етістігі қолданылады. Тек қана бұлай деп айтамыз, я? I am Асем, it is my dog, she is my sister, you are my friend. Яғни алдындағыдай, I Асем, it's my dog, she my sister, you my friend деп ешқашан айтпаймыз. To be етістігін ұмытпаңдар.